Табиғат шіркіннің тылсым құшағында көз көріп, құлақ естімеген небір ғажап құбылыс бола береді екен. Сол бір оқиғаны өз көзіммен көрмей біреуден естісем нанбас едім. Күні бүгінге дейін есіме түссе болды, төбе құйқам чымырлап, жонымнан құмырсқа жүргендей өзімнен өзім тіксініп қалам. Тасқа басқандай әлі көз алдымнан кетер емес. Мезгілі жаз ортасы болатын. Шөп буыны бекітіп, табиғаттың толыса құлпырған тартымды кезеді. Қасымда 4-5 серігім бар, мінгеніміз бабы келген бір жарау ат. Қызыл ту деп аталатын құж-құж қызыл тасты биіктердің құмырсқа бел сайларын көктей қуалап келе жаттық. Барар жеріміздің мойны қашық болған соң тау арасынан төте жол таңдағанбыз. Мұның өкініші де болған жоқ. Қызылтаудың жан баспаған қиын қойнауы, қайың терегі мен тал шілігі мен қызылды жасылды болып күлтеленген құлпырып көрер көзді қуантып бақты. Әлсін чымдауыт алаңқайларды шалғынды алқаптар кездеседі. Мұндайда аттың қара қапталынан келетін сан түрлі өсімдік көз алдында төкті кілемдей құлпырып, тұяқ тисе болды сайраңдай ашар қош лебімен көкірек кереді. Тау арасының осынау малына мүлгіген көрінісі төңіректегі көкке бой созған құз қиямен, үстігінен үңіле төнген аңғал-саңғал жақпар тастармен айқасқанда бейне бір қиял дүниесімен қауышқандай күйге түсесің. Сол қиял дүниесін мың сан ғажап ыбын көкірек көзіңе оттай басып, өзінің сабырлы сұсымен құпия сырымен арбағандай болады. Енді бір сәл жүріңкіресең болды, бұрын соңды көріп білмеген бір керемет алдыңнан шығатындай көңіліңді алаңдатады. Мұндайда ойда жоқта аяғыңның астына дүр етіп шілігір көтерілсе, енді бір сәт ессіз тауды тізірете байғұс шақырып қоя береді. Шықылықтаған сауысқан мен таңдайын тақылдатқан саңырау құрттың үні де тау арасында өзгеше жаңғырып, еріксіз мойын бұрғызады. Осының бәрі тылсым табиғаттың өзіндік тілінде естіліп, сол тылсым табиғат селт етпес тәкаппарлығымен, шексіз құпиясымен мысыңды басады. Шынында да табиғаттың тұла бойы тұнған құпия. Біз кешікпей-ақ сол көп жұмбақтың біріне тап болдық. Тау арасынан өрмен еңісі көп бұралаң жолы діндей жүріп келгенде бір мұрыншақ тебенің етегінен бұлақ жылғысы кезікті. Мөлдірей аққан бұраң бел бұлақ қандай сылық-сылық күлгені сұлудай арбайды. Оның үстіне су сылдырын естігенде мінген аттың ауыздығын сүзе тартып, сұлсыраған сыңай танытты. Сонан соң жылғаны өрлей жүріп, бұлақ табанына жеттік те тізгін тарттық. Жол соқты болған жігіттер төңкеріле түсе қалып, аттарының ауыздығын алып, айыл тартпаларын босатты. Ұзақ жолдың көлігіне от жалдырып, белін босатып алу керек. Бұл жол заңы, тала тәртібі. Осы бір әркім өз атымен болып жатқан қарбалас сәтте жігіттердің біреуі: «Уа жігіттер, мынаны қараңдар, мынау не керемет» деп таңдана дауыстап қоя берді. Үрейлене шыққан тосын дауысқа мойын бұрғанда әлгі жігіттің бұлақ табанынан көз алмай сілейіп тұрғанын көрдік. Іле чапыр-чұпыр қимылдап жігіттер де жиналып қалды. Сейсек айдыны үй орындай болатын бұлақ суының беті құж-құж еткен құрбақ. Су бетіне ине шаншар саңлау көрінбейді. Өңшең бір қоңыр жұрбақалар бір-біріне иек сүйеп иін тіресіп тұр. Бұж-бұж жондары тершіп, жұп-жұқа иектен төменгі бозара біткен кеудірлері күлгілдеп, дөп-дөңгелек кішкене көздері шатынай жылтырайды.
Kolымен іріктегенде өңшең ірі бақалардың осынша мол топтанып алғанын біз қайран қалғанбыз. Сонан соң қазіргі көріністің әшейінде бейбіт тіршіліктен бөлек сұстылығын көрер көзді сескенгендей еді. Су бетінен шыбын-шіркей аңдып су астында тарбаңдай жүзіп жүретін бақалардың үйреншікті мамыражай тірлігіне дәл қазір нышан жоқ. Мына қалыптарына тап бір өздеріне ғана мәлім басқа тірі жанға белгісіз құпия жарлыққа пәтуа асқан. Сол құпия жарлыққа табиғаттың өзіндей адалдығына мойынсұнып, бастарын байласқандай. Жігіттердің бірі: ой тәйір-ай, бақа көрмеп пе едіңдер, несіне анталап қалдыңдар дей келіп, бақаларды жасқай сырып, бұлақ суына қол жуа бастады. Рас-ау, бақа дегенде қымызымызға салып жатпаушы ма еді? Тағы бір жігіт қоштап жатыр. Сол-ақ екен, мына аптапта осындай салқын бұлақтан басқа қай жерді паналасын бұлар? Әрине, жоқ, мұнда бір гап бар сияқты. Бәрінен бұрын атымыз жеріп су ішпей жүрмесе дескен жігіттер алғашқы сәттегі үнсіздіктен сейіліп, енді бірі таңданған, бір жорамал айтқан әңгімеге дес бере бастады. Сол бетімізбен бұлақ жағасынан салқын шымынан аулақ тау көк шалғынға келіп тізе бүктік. Ат соқты болған денеміздің дел-сал күйін енді ғана сезгендей кіршіксіз көкорайда жапырыла аунап жатырмыз. Тау қуалай соққан болмашы лептің көк иісін құшырлана жұтамыз. Жұтқан сайын жанына жаққан сап тазалық бойыңды сергіткендей болады. Табиғат төсінде аз сәт дамылдаған жігіттер отқа жіберген аттардың пысқырғанын елең еткізді. Таулы өлкенің қияқты шалғынын құмарта қарбытқан аттар енді шындап сусыраған сияқты. Тұсауларын керіп бұлақ табанының дымқыл лебіне мойынсына оқыранып қояды. Жолақысы жүрсе бітеді, жігіттер дереу қимылдап, әркім өз көлігінің қас қабағына қарағыштап, тұсауларын шешіп жатыр. Атыңыз тынығып қалған екен. Иә, терінде құрбаты бала қойыпты. Шалдырып алғанымыз жөн болды. Енді бір жүгірсек, ауылдың да қарасы көрініп қалар. Алдымен аттарды қандыра суарып алайық. Айтпақшы, жаңағы бақалар жеріп жүрмесі. Жергенді айтасың, менің атым соларды көрсе, үркіп әлі кетпесе сол. Расында атымыз су ішпесе, мынау ыстықта қажып-ақ қалатын болды десіп, дабырласқан жігіттер аттарын жетектеп бұлақ басына жақындай. Біз алғашқыда өз көзімізге өзіміз сенбедік. Жаңағы құжынаған құрбақаның бірде-бірі жоқ. Тіпті мына бұлақты ешқашан бақа жайлап көрмегендей, шарадағы судың түбі көрініп мөлдіреп жатыр. Жігіттердің бір маңайдағы шалғын арасын сүзіп, енді бір бұлақ жылғасын біраз жерге дейін етектеп қайтты. Үшті-құйлы жоқ. Жер жұтып кеткендей. Бағанаға келген беттегі бейтаныс таңданыс па, біз енді бұл жайттың тегін емес екенін қойып, көңілімізді осынау құпия еліктіре жайлап алғандай болды. Асықпай атымызды суарып, айыл тартпасын тартып, үзеңгі аяқ салған кезде жігіттердің бірі шыдамаған болу керек. Уау деді. Тым болмаса төңіректі бір шолып барып жүрейікші. Бақалардың мына қылығына қайран қалды. Бәріміздің де көкейімізден кетпей таң қалдырған жұмбақ сол болған соң. Шынында да қанаты жоқ қой, ұшып кететін бір шолып жүрейік. Мына өзі естір құлақ нанбайтын жайт екен. Байқасақ байқайықшы десіп, төңірегімізге көз жүгірді. Бұлақ желкесін өрлей көтеріліп, тау бөктеріне тұяғылып түстік. Бұл тұстан әлгінде ғана аттанғанбыз бұлақ. Бұлағымыз қол айнадай жарқырап, айқын көрініп жатыр. Су өті дірілсіз, тіршілік нышаны жоқ. Сай табаннан үйса біткен шалғында емес,
Böktürdüň çöbi suýup jere çakat. Soňam soň ýaň astydan elsin bulduragdaý gaçkan kesetkili talaý jerge deýin göz estirip. Bir mezgilde aldymyzda kelejekdenlerden biri "Wai, munda getip barat" dep apdyga aýkaý saldy. Biz de atymyzdy tepne tüsüp aldymyzga göz jügürüp gadarlasa berdik. Süýtsek taslakdyrymdaý jerde böktürdüň jalgyz aýak sürlew jolu men baganagy bakalar balp sekirip çubap barady. Özgeçe bir hudretli jarlykdyň guzuruna baganganday aýal etip alandarymyz. Däl gazyr çymyn çirkeýi töňüreginde ötetini sak tüýekden ada tätli tirlikdiň özgeçe bir uluş şerigine tartyp baraşat. Josula şöňkülgen bakalardyň aldyda uş derejede ketip barady. Biz näde bolsa bulardy şoşutup almay, kapdallasa şolowda niýet etdik-de ihtikke tüsüp tawdyň alkynynda jürdik. Endi baýkap gelemiz galyň çoburundynyň aldynda judurukdaý goňur. Talmay ırgap, toktawsuz sekirip myňsam bakany bastap geledi. Onuň gazyrgy satdegi hymyna ýerekçe bir askakdykdyň, senimniň susy aňgarlady. Yelkesi gezdirip süýür ýegin alga garay omsuna sozup, kulan ýek kewjirin damylsyz gülgülletip bilektip gargydy. Soňundan ergen bakalardyň kalyň toburda şaşaw çygar emes. Bäri de tilin tislegen ünsüzlikde alga garay tünele umtulsyp barady. Olaryň gazyrky geýpi kandy kyrgyndy kaskakbay kasala biletin uluş aýkaska tilene umtulatyn nagyz jaw jürek jawangirler syýaty. Bular kaýda barady? Mine aptapda şymy solguldagan saýaly bulakdyň digibizdek. Olaryň osnuşama ujumga bagyndyryjy nindi kudretli tüýsün. Elde barlyk kudretdiň tetigi sonaw karkara tartyp barajatgan jodurukdaý kara bakalyrma. Osy syýakda şeýçügini tapdyrmas suraklarda taňyrkay kaýtalap bakalarda janala ýörüp gelemiz. Däl gazyr artyk awuzda bir sözdü-de dogarganmyz. Emimizde işimizge tartyp antylap gübür kıska kayrım til gatysgan bolamyz. Bar zeýnimiz bakalardyň kalyň çuburatynda. Keşikboýak bakalar şeriginiň çynynda da tegin emes ekenin, olaryň tätli tirçilik üçin täwekkelge basym baýlap ömür joruk ekenini gösterýär. Aldymen bakalar nöpürün bastap gelejatgan judurukdaý kara kösemniň karşy aldynan bolmaşy şaň götergendiň bolup edi. Algaçkyda tawdan kulay çokkan jeldiň jol üstüne ýürgeni bolar dep men bile goýmadyk. Birak takalgan saýyn zöňgü boýundaý gana köterilgen elgi şaňdan ýitgigendiň sozulup jyljyp gelejatgan aňgardy. Bol görnüs özüniň jumbakdygy men bizdi burungudan da beter taňdandyryp, atymyzdy tebine antalaýsyzdyk. Aýtgança bolganjak janagy şaňynyň içinden şeýirçi gata serpilgen kara şugar çylan göründü. Barmakdaý basyn kakşytyp göterip alyp, kaýkandaý esip geledi. Kara baka syýakly munyň da kymylynda özgeçe bir ugutly senimden zapyran aşuwdyň lebi bar. Görer gözli tiksintiýetdiň susdak. Biz buljulanyň soňundaky buguldur şaňynyň içinden summan gakkan kalyň tüýme basdy görgende jonumyz şymyrlap goýa berdi. Pyş etip arkam boýy jerge şubagan kalyň jylan summaň edi. Biz eriksiz aýal etip tizgin tartdyk. Sol jakda kara baka bastagan kalyň nöpür takalyp ak kaldy. Eki jakda aýal etip taýsaklar emes. Gaýta däl gazy birin-biri sezip goýgandaý kymyldaryny çyratyp asyga umtylyp geledi. Tap bir dübür laýkasty gütgendiň demimizi işge tartyp biz durmyz. Keşikboýak kimeli umtylysyp birin-biri kewmendip gakkan. Eki jakdan kalyň bakasy men jylany ýyw-gyýw aralasyp getdi. Aralaşdy degen jaý söz bular.
Кәдеулігі азу айқасқан ата дұшпандарына шапқан айқасты бастап жіберді. Аузын арындай ашқан бақалар көз ілеспес шапшаңдықпен лып-лып ырғып, қарсыласың оңтайлы жерін жаттаушыға қысқыртуда нысан еткен. Жыландар болса басын кегжите көтеріп, жарты денесін садақтың жебесіндей кезеніп, сұсты отпен айнын асырғысы келгендей. Бұл бетпе-бет келген бақа мен жыланның белдесер алдындағы бір сәттік қана көрінісі. Мұнан әрі лып етіп не бақа секіреді де, немесе жыланның жұмыр денесі жарқ етіп, қолы басы көздеген нысанадан табылады. Мұндайда бақада қарап қалмайды. Жарқ еткен жылан денесінің не желке тұсына, не бауырлар алқымынан тырбаңдап жабысып жүргенін көресің. Жылан болса қыл шылбырдай жұмыр, денесі біресе жиырылып, біресе жазылып аласырады. Мың бұралып алып, өзгеше бір отпен ышқына жылжығанда шертіп кеткен серпеге ұқсайды. Жұп-жұмыр денесінің не басы жағы, не сүмбідей құйрығы жиырылып, жазылған сайын шақатты жерге тос-тос соғылады. Бақалардың қимылында сақтық басым тап бір қарсыласының аңысын аңдып жүрген әккі жауынгерлер сияқты. Оңтайлы сәт туғанда бір-ақ рет қимылдайды. Бақа қимылының орайы келіп, ұрымтал жерге аузы іліксе болды, жұлдызы оңынан туды. Онан әрі басын тау-тасқа соққан жыланның аз сәтте сілесі қатып, тұла бойы тарқатылған жіптей босап сұлық қалып жатыр. Ал нысанадан ауытқып мүлт кеткен бақалар жылан денесінен шығыршығына түсті тіп бітті. Қол аяғы жинауға мұршасы келместен қырқып етіп ақтық демін шығарады. Жан түршіктірген ығы-жығы айқас бие сауымдай уақыт созылды. Бұл мынау кең аспан, жарық дүние, тәтті тіршілік үшін жұмыр жердің бетінде бола беретін қанды қырғынның ең бір аласапыран алапаты сияқты еді. Мидай араласып, ию-қию болған мың сан қол өлім мен өмірдің арасына жалғаған қыл көпірдің үстінде қидаласып жүр. Дәл қазір тіршіліктің қаншалықты тәтті екенін көрген жанның көкірегін шарпып өткендей. Белуардан өлім кешіп жүріп, өмір үшін атой салып айқасқа шығу өзгеше асқақ көрінеді екен. Тіпті де сол жарық дүние үшін шыбын жанды чүбірекке түйіп тәуекел ету неткен жарастықты әрекет деп ойлағандайсың. Мұндай керемет өлімнен қорқуды білмейтін, өмірдің шексіз деп санасына ұялатқан, сол шексіз өмір үшін көзсіз ерлікке баратын табиғат перзентінің ғана қолынан келер. Біз ең соңғы жекпе-жекке дейін тапжылмастан тесіле қадалуда болдық. Кешікпей-ақ жеңіс табылым бақаларға. Әлгінде ғана шаңдатып жосылған қалың жыланды қоғадай жапырып жусатып тастады. Бірінің басы қиылып, бірінің құйрығы үзіліп, енді бірінің денесі жаншылып, қара құрым жылан өлігінің үстінде тірі қалған бақалар ойнақ салып шошып жүр. Олардың бұл қылығы жылы қанның дәміне енді ғана қаныққан, енді ғана тіленіп тұмсық тіреген қорқаулар сияқты. Тіптен қайсы бір бақалар әлі де болса тулап жатқан жыланның құйрығына тап-тап беріп қашқан қимылсыз қалған селкілеумен болады. Тау бөктеріне пырдай болып шашылған қалың жылан үстінде тіршілік нышаны әбден сейілгенде барып бақалар кейін серпілді. Олардың қазіргі кейпі ұрыс даласынан енді ғана құр сүлдері шыққан, бірақ жүздерінен жеңіс лебі ескен нағыз жау жүрек батырларға ұқсап еді. Ақселеу Сейдімбек. Оқыған Қабілет